Есепті шығарайық. Ерлан күніне бір банан, бір алма және бір өрік жейді. Ол бұл жемістерді қандай ретпен жейді? Жемістерді жеудің қанша нұсқасын таба аласың? Жемістерді жеудің ретін өзгертіп, шешімнің 6 тәсілін табамыз. Бұл шешімді мүмкіндіктер тармағатты сызбамен көрсетуге болады. Бұл әдіс осындай есептердің барлық мүмкін болатын нұсқасын табуға көмектеседі. Сол сияқты шешімді жазған кезде заттардың бірінші әрпін қолдануға болады. Мүмкіндіктер тармағын қолданып есептер шығарайық. 2, 4, 6 цифрларынан қанша 3 таңбалы сан құрастыруға болады. Оларды жаз. Сандарды жазуда цифрлар қайталанбайтын болсын. Шешуі: алдымен 3 әртүрлі цифрды жүздіктер разрядына қоямыз. Екінші жүздіктер анықталған болса, 3 таңбалы санның құрамындағы ондықтары қандай болу керек екенін таңдаймыз. Үшінші, таңдалған жүздіктер мен ондықтарға біріктіруге болатын бірліктерді анықтаймыз. 246, 264, 426, 462, 624, 642 3 таңбалы сандар шығады. Жауабы 6 3 таңбалы сан шықты.